Сіздермен бірге өмірде болған бағдарламасы және мен Ерік Жолжақсынов. Үгіт насихат жарнама мағынасындағы пиар сөзі бүгіндері қай салада болмасын кеңінен қолданылуда. Ал үгіт насихаттың тек бір жақты мадақтау мен мақтаудан тұрмайтыны белгілі. Ендеше батыстан бастау алған қара пиарды қазақ шоу бизнесінің өкілдері қалай қабылдап жүр? Қара пиардың дәмін татқан танымал жандар туралы бүгінгі бағдарламада. Идің жаман десе намыс көретін қазақпыз ғой. Атың шықпаса жер өтеді дейді ғой. Атың шықпай жатса осындай қара пиарды қолданатын жерлер болады. Қара пиар керек. Мынау әйтеуір күлдіремді бүлдіріп апты деген көп қой қазақта. Батыстан бастау алған қара пиардың дәурені бүгінгі таңда Ресейде де жүріп тұр. Ұрыс керіс немесе жеке өмірлеріне қатысты келеңсіз жағдайларды ақпарат көздеріне жасырмай айту, жариялау арқылы ел құлағын елең еткізуді көздеген олар ештеңеден тайынбайды. Ресейліктерге қара пиар ұғымы Виктор Пелевиннің «Генерация Р» романы арқылы тараған. Бірақ ол кезде ақшаға жасалатын жарнама ретінде қолданылған қара пиар бертін келе өтіріктен құрылған ақпарат ретінде қолданыла бастайды. Көп дүниені көршілес Ресеймен, шетел тәжірибесімен салыстырып жатамыз. Қазақ шоу-бизнес өкілдері арасында да қара пиарды шоу-бизнестің сәні, ажырамас бөлігі санайтындар жоқ емес. Оның үстіне қазақ той бизнесінің нағыз шоу-бизнеске айналуына да ықпал ететін көрінеді. Қара пиар керек. Әрине керек. Өйткені сол да бір әртістің өміріне, жалпы өнеріне бір үлесін қосады. Өз басым мәселен бір-екі рет қолданған кезім болды. Қара пиарды. Өйткені қалай айтсаң болады. Ол сені халық ұмытып баратыр, есіне салып қояйық деген нәрсе емес. Жалпы кейде адам шулатып жүру керек мәселен. Шетелде жұлдыздар қара пиарға бір-бірінен ерекшелену үшін барады. Сол арқылы халық есінде қалуды көздейді. Бұрынғы әннен өзгерек шыққан сенсациялық оқиға Анастасия Волочковаға қатысты. Ресейдің танымал балеринасы Мадияға барған демалыс сапарындағы жалаңаш түскен суреттерін өз блогына енгізіп жіберген. Өзінің айтуынша ол бұл әрекетке папараццияға ызаланғаннан барған. Қайткен күнде де бұл суреттер баспасөзде үлкен төңкеріс жасады. Әлі де балеринаның есімі ел аузында, ғаламтор беттерінде қызу талқылануда. Кейбір адамдарға жолығып қалам, кейбір әншілерге Нұрлан ол да болса жарнама ғой деп жатады. Бірақ енді бұндай жарнама керек пе әншіге, керек емес пе? Идің жаман десе намыс көретін қазақпыз ғой. Сондықтан ондай бір қара пиар арқылы өзіңнің атыңды, өзіңнің түр-келбетіңді халыққа таныстыру деген керек емес не шығар деп ойлаймын. Бүгіндері екінің бірі жүгінетін ғаламтор сайттарына көз жүгіртсеңіз, қазақ шоу-бизнес өкілдеріне де қатысты бейне көріністердің талайына куә боласыз. Солардың бірі, әлі сиясы кебе қоймаған жас та болса, қазақ эстрадасында танымал әнші Қайрат Нұртастың мына бір көрінісі. Ауырмайды жүрек деп әндететін Қайраттың бұл жолы расында жүрегі ауырған көрінеді. Ол енді әншілігіне нұқсан келуі мүмкін емес. Оның енді ол халық көріп даусынап қоймайды ғой, телеарнадан. Сөзін шыны керек қой, даусынап қоймайды ғой. Кішкене енді қалай айтсам болады, ондай видеолар абырой түсіреді да. Қайраттың айтуынша бұл көрініс осыдан бір 4-5 жыл бұрын түсірілген. Киркоровтардың жасап отқан дүниелерін көрсең, Киркоров психбольницаға түсті, бір режиссерді ұрды деген сияқты. Оның өзі де пиар, негізі. Я хочу людям продолжать дарить праздник, я хочу их веселить, я для этого выбрал эту профессию, где это в радость. А когда у меня этой радости сейчас лишат, они лишат меня жизни. Я работаю не потому, что я за рублем гонюсь. Я Андрей сказал, я работаю потому, что это моя жизнь. А все кругом. А из-за того, что это моя жизнь, я так это делаю, что получается это лучше других. А ол жақта ол белгілі мөлшерде ақша төленгеннен кейін, жалпы ол жақта әншінің өзімен келісіп істеледі. Жалпы даладан істей салмайды олар, әншіден рұқсат сұрамай. Оның барлығы арасында да өздерінің қолынан шығып жатқан дүниелер, сол мінекей пиар, қара пиар,
ол керек. Осындай дақпырт әңгімелер арқылы қазірде жас әншілеріміз танымал болуға қарсы емес. Өйткені қара пиар тез арада атыңды шығарудың жолы. Қара пиар негізі танымалдылыққа бір алып келетін бір үлкен жол деп айтсақ та болады. Сайт бетіндегі тағы бір көрініс пьяный музарт деген атаумен енгізілген музарт ансамблінің әншісі Кенжебектің масаң күйдегі бейнесі. Кенжебек бөлек атып келеді. Ол да адам, ол да демалып жүр. Таудың бөктерінен келіп жатыр. Бұл аузы күйген қайраттың пікірі. Осы бейне көріністі көру үшін сайтқа бас сұққан 167 мыңнан аса көрерменнің пікірі сан түрлі. Онда тұрған ештеңке жоқ. Мысалы, Лұқпан ағамызды көрдік, Кенжебектің машинада өлең айтып баратқанын көрдік мәселен. Негізі анайлық болмаса, ондай нәрсе меніңше болғанында дұрыс деп ойлаймын. Халық соны көреді кәдімгідей. Қара пиарға қалыпты жағдай деп қарауға санамыз дайын емес. Түсінікті. Жұлдыздарымызды жамандыққа қимасақ та, ақ қарасын білмей қоймен бағдарлама барысында сөз еткен әншілерді әңгімеге тартпақ болдық. Бірақ жұмыстарының көптігі оған мұрсат бермесе керек, әлде басқа да себептер бар ма? Кей жұлдыздармен сұхбаттасудың сәті түспеді. Қара пиардың да керек жері бар. Қара пиардың. Мынау жасырын камераны біліп тұрсаң, ал білмей тұрсаң, енді абыройыңды айрандай төгеді ғой енді. Сол жасырын камераны жиі қолданатын бірден бір жоба Шіркін Лайф. Жасырын камераны қолданудағы мақсат не? Ол сұрақтың жауабын жоба продюсерінің өзінен естілік. Жалпы миллиондаған адамға идеал болып жүрген, сахнаға шығып әп-әдемі болып жүрген адамның жалпы камерадан тыс өмірі қандай, оның мінез құлқы қандай, болмысы, бет әлпеті, адамгершілік қасиеттері қандай деген сұрақтарға біз жауап іздейміз. Бұл сұрақтардың жауабын алды да, яғни қатысушы жұлдыздардың көпшілігінің шынайы жүздерін көрді. Әрине, жасырын камераның көмегі арқылы. Егер де біз қазақ көрермендеріне, қазақи болмыстағы сана сезімдегі көрермендерге сол жасырын камерадағы видеоларды кеспей, бел шешіп беретін болсақ, шынымен де Шіркін Лайф қазаққа берер жоқ масқара бағдарлама деген атқа қалатынымыз рас. Бізде қазақи болмыс бар, қазақи тәрбие бар. Сондықтан да біз айтамыз ғой, 21 ғасырдың телевизиясында жұмыс жасап жатырмыз, 21 ғасырдың реалити шоуын жасап жатырмыз деп, дегенмен де таразының екі басын тең ұстауға біз тырысамыз. Қаншалықты біз жасырын камера арқылы сол қатысушыларымыздың қаншалықты олардың адами қалпын ашамыз дегенмен де оларды масқаралау біздің мақсатымыз емес. Жоба түсірілімі барысында жасырын камераға түспейміз деп қанша жерден сақтанғанымен құрыққа түспей қалған еш қайсысы болмапты. Халықты елең еткізген тұс жаңағы Индира Расылханның түсірілім кезінде сабырлық сақтайық, мен қазақтың қызымын, 3 баланың анасымын, мен ешкімнің бетін жұлмайым, мен ұрыспайым, артық сөз айта алмайым, мен дөрекі адам емеспін деп келіп, жасырын камера кезінде біздің миллиондаған көрермендеріміз көрді. Бұған ренжіген Индира Расылхан әлі күнге дейін өзінің өкпе назын айтып келеді дейді жоба продюсері Толқын Сейдоллағазы. Шіркін Лайф реалити шоу ғой, ал реалити шоу деген оның жанры, форматы тек қана шынайылықты көрсету. Осы мақсатты берік ұстанған ұжым 3-ші маусымда жасырын камераның қызметін тіпті арттыра түседі. Одан кейін дау-дамайдан арыла алмай қалмайсыздар ма деген сауалға. Шіркін Лайф жобасына қатысатын әрбір қатысушыға біз келісім шарт ұсынамыз. Ол келісім шартпен жақсылап олар танысып шығады. Жасырын камералардың түсіретіндігі жөнінде де олар толық мағлұмат алған. Сондықтан да жасырын камералар түсіретін болғандықтан, ертеңгі күні өзін жаман кейіпкер ретінде көрсеткісі келмесе, біздің қатысушыларымыз қашанда жасырын камералардан абай болуға тиіс. Енді біз шын мәнінде осы Шіркін Лайфтың барысында біразға дейін көрсетілетін дүние ғой, біз ойланып жатырмыз. Қай жерде тұрыпты, ауылда өскен қара сирақ азамат болғасын, кей кезде артық сөйлейтініміз барлығымыздың бар ғой енді. Біздің жарыққа шықпайтын әңгімелеріміз бар әншілердің арасында. Соны өзім бүйтіп ойланып қалдым да мен. Мысалы, кей кезде мен өзім өмірде көңілді адаммын ғой енді. Менің тек қана ойым күлдірем деп білдіріп болмасам болды.
Жобаның бірінші маусымында ел есінде қалғаны, әрі кімге де болса таңсық болғаны күшік ұстаған маржан. Оны құшағына алып тұмсығынан сүйетін былай қоя алады. Жобаға қатысты айтылған сынның да, даудың да басы осы болады. Расымен де, бірінші маусымда егер де ол қолына күшік ұстап шықпайтын болса, біздің көрермендеріміз тез-ақ ұмытып кететін беді. Оны мойындауымыз қажет. Ал енді екінші маусымда өздеріңіз білесіздер, маржан жаңағы шашалмаймын деген әскерге барған біздің жұлдыздарымызға ерегісіп, соларға жаңағы жауап ретінде шашын кәдімгідей алғызып тастады. Көрерменнің бірі бұл қылығын ерлік деп санаса, енді бірі қызға тән қылық емес деп сөгіп жатты. Баспасөздер де қалыспай жазысты. Қайткен күнде елді бір шулатты. Әңгімеге арқау болар тақырып болды. Намыстарың оянбаса, өздерінің имидждерін емес, отанның имиджін алға қою керек. Тіпті қатысушылардың ізіне түсіп, жасырын камераның қармағына ілудің ілімін алған жүргізушілер Асқат пен Маржанның өзі жасырын камераның қақпанына қалай іліккендерін байқамай қалған. Сол екі әріптесіме тосын сый болсын, бүгінгі біздің бағдарламамызда әлі өздері білмейтін, сезбейтін Асқат пен Маржанның жасырын камераға түсіп қалған дүниесін мысалы көрсетулеріңізге болады. Егер жасырын камера болмаса, көрермен бұл көріністерді көре алмасы анық. Мынаған қалай көңіл аудармайсыз? Маржан баяғыда толықтау еді. Ал спортшы Еркебұлан Шыналиевтің сағыныштан ән салып кететін нәзік жанды жігіт екенін сіз тек осы жобадан ғана көре аласыз. Кейбір қатысушыларымыз абай болмай, қалай болсын солай сөйлеп, өздерінің жаңағы екінші жағынан, жаман жақтарынан көрсетіп қоятты. Түсірілім алаңынан келгеннен кейін ананы қиып тастаңыз, мынаны бермеңіз, әрбірден соны бермесеңіздер деген кәдімгі ұсыныстар өте көп. Бізге әрине ол өте қиын. Халыққа бір шынайы болып көрінген дұрыс сияқты бір шетінен өзім ойлаймын. Халықта шынайылықты сүйеді ғой. Жалпы біз енді өнер азаматы болғаннан кейін халықтың арасында жүруіміз керек. Негізі әншіні өсіретінде халық қой. Көпшілік назарын өзіне аударған тағы бір бейне көрініс, атағы өзінше асып жатқан әнші Бейбіт Қорғанның мына көлеңкелі бейне көрінісі. Неге кеттің енді бөлек, неге алыса барамыз, бәлкім оны кезек аңсайтында болармыз. Тура бағанағы мен сол мен қылғаннан өзінің бәрі достар көп достар болады екен. Біреулер үшін жаңаша біреулер өсіп баратын Бұлайша жеке өмірлерінің ұнамсыз беттерін ғаламторда жариялауды әншінің өзі қаламасы анық. Бұл тек көздері нашар көретіндерге ғана емес, сол сайттың иелері үшін де маңызды. Себебі сол шулы бейне көрініс ғаламтор сайтқа кірушілердің қатарын арттырып, рейтингін көтеруге ықпал етеді. Жалпы қара пиарға көз қарасым жақсы қараймын, өйткені өзім қара болғаннан кейін қара пиарға жақсы қараймын дейсің ғой, ең бірінші. Нұржанның бұлай деуінің себебі бар. Суперстар жобасына қатысып жүрген ол алғаш қап-қараш қатанғанда іші қыпеде қалады. Себебі оған бір кемсіткендей, масқарлағандай әсер қалдырғанда. Бірақ дәл сол атау, ол кім деп ел назарын аудартуға үлкен ықпалын тигізеді. Бүгінгі күні оған Нұржанның еті үйренген. Тіпті өз атынан гөрі қап-қарашқаның танымалдау болып тұрғанын мойындайды. Мен естіп жатырмын, мысалы, біреудің жаздырып қойған әнін жарыққа шығарайын деп жатқан әндерін, мысалы, ұрлап айтып беріп жатыр. Соның өзі мен ойлаймын, өзі қара пиар деп. Соны мына жаққа келіп бұқаралық ақпаратпен келісілген түрде ол айтып жатыр, мысалы. Менің әнімді кеше ғана студияға келіп естіп алып, арғы студияға барып шығарып жіберіпті деген азаматтарды естім. Ол да осы мен ойлаймын, әншіге қара пиар деп. Қара пиар әнші Еркін Нұржанды да айналып өтпепті. Орал қаласында менің өзім жеке концертімді бергенде, сол концерттен кейін, бір айдан кейін сол басылым шықты. Еркін лақтырғыш ба деген атақпен.
Ол жерде жасыратыны жоқ, бір ғана квартира ары кетсе бір 7 мың теңгенің әңгімесі бұл жерде.